Келесі 5 сабақ бізде эпизодтар. Эпизодтар дегеніміз не? Полный видеоны алайық, 8 минут болсын делік, соны әрқайсысында эпизодтарға бөлінеді. Алғашқы 3 секундта сіз адамдармен амандасасыз. Сәлем достар деген сияқты. Одан кейінгі 15 секунд осы видеода не туралы болатынын түсіндіресіз. Мысалға, бүгін мен балықты 2 түрлі тәсілмен пісіретін боламын. Немесе кино обзор жасайтындар болса, Джонни Депп пен оның әйелі не үшін ажырасып кетті? Қазір талқылайтын боламыз. Деген сияқты адамдарды бірінші қызықтырып аласыз. Одан кейінгі 3-4 минуттарда сіз сол туралы жаңағы айтылған тақырыбыңыз туралы информацияны бересіз. Ортасында өзіңіздің фишкаңызды айтып жіберсеңіз болады. Әзіл ретінде болсын, немесе бір хай деп көрерменнің назарын өзіне қайтадан аудартып алу деген сияқты өзіңіздің белгілі бір қызық фишкаңызды пайдаланасыз. Одан кейін тағы да информация бересіз. Соңында мынандай эпизод міндетті түрде болу керек, яғни сіз өзіңіздің көрермендеріңізді каналға тіркелуге итермелейсіз. Мысалға былай. Я достар, мына айтылған информацияның бәрі сіздерге пайдалы болса, түсінікті болса, осы видеоға лайк басыңыздар, комментарийден жазыңыздар, каналға тіркеліңіздер, мені қолдаңыздар деген сияқты қылып, каналға тіркелуге итермелейсіздер. Одан кейін тағы да бір эпизод болады. Сіз өзіңіздің достарыңызбен, яғни көрермен ол сіздердің достарыңыз, виртуальный достарыңыз. Олармен сіз әрқашан байланыста отыруыңыз керек. Сол үшін мынандай нәрсе айтуға болады. Мысалға, бағанағы физик мұғалімді айтайық, кинематика сабағын өтті, одан кейін сабақтың соңында ол былай айтады. Оқушылар, келесі видеода қандай тақырыпта сабақ өткенімді қалайсыздар, соны комментарийға жазыңыздар. Мен комментарияны оқи отыра, сол сіздердің жазған тақырыптарыңыз бойынша видео түсіретін боламын деген сияқты. Уже көрерменмен байланыс болады бұл жерде. Көрермен, вау, мына апай мен айтқан сабақты сонда шынымен де түсіре ма деген сияқты комментарияға өзінің қалайтын, өзін түсінбей жүрген сабағын жазып жібереді. Сіз соны түсіретін боласыз. Тағы бір мысал ретінде бағанағы кулинария бағытындағы әйел кісіні алайық. Креветкені пісіріп бітті делік, иә. Оның мысалы былай болады. Мінекей достар, көріп отырғандарыңызда креветкеміз қып-қызыл болып пісті, дәмін көрдім, өте керемет, сіздер де өз үйлеріңізде пісіріп көріңіздер. Енді мен келесі қандай тамақ пісіргенімді қалайсыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде пісіріп салатын боламын. Немесе қызық қылу үшін былай. Достар, мінекей креветкені пісірдік, келесіде қандай бір қиын тамақ түрін жасағанымды қалайсыздар, соны айтыңыздар, маған комментарияға жазыңыздар. Мен оны міндетті түрде пісіріп осы YouTube каналға салатын боламын деген сияқты көрермендермен осылай байланыс орнатасыздар. Мінекей осылай біз өзіміздің достарымызбен байланысты орнаттық, каналымызға тіркеттік. Енді соңғы эпизод ретінде олармен қоштасамыз. Қоштасқанда былай қоштаспаймыз. Сау бол деген сияқты бүйтіп, ойбай, енді көрмейміз деген сияқты емес. Бүгінге осымен бітті деген сияқты. Бүгінге ғана бітті. Көріп тұрсыздар ғой сөзді. Осымен біздің видеомыз аяқталды деген сияқты. Біздің каналымыз осымен жабылды деген сияқты нәрсе емес бұл жерде. Енді толық айтайын. Бүгінгі біздің видеомыз осымен аяқталды. Жарайды, сау болыңыздар. Бұл эпизодтар сіздің айтылып жатқан сөздеріңізге ғана байланысты емес, оны YouTube-тың өзінде де бөліп қойға болады. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай, YouTube былай жүріп жатыр, бірақ араларында бір белгілі бір сызықтар бар. Бұл эпизодтарға уже бөлінген деген сөз. Яғни 10 минуттық видео бір подкаст болып жатыр дейік. Мысалға, бір атақты бір кісі сұрақтарға жауап беріп жатыр. Ол жерде 10 сұрақ қойылды. Енді ол өзіне керек қана сұрағын көріп алу үшін осы жерден таңдайды. Мешкін алып келеді, сол кезде ана эпизодтың аты жазылады, сол эпизодқа басып қалады. Мінекей достар, эпизодтар дегеніміз осында, яғни YouTube-тың өзінде эпизод болады екен, оны міндетті түрде пайдалану керек деген нәрсе емес. Бұл жерде эпизодтарға бөлмесеңіздер де болады. Бірақ жаңаға мен түсіндіріп кеткен видео сценарий бойынша эпизодтарды пайдаланғандарыңыз дұрыс. Орындан алмастырып жіберіп, олай қажеті жоқ, дәл солай пайдаланыңыздар. Достар, осының астында эпизодтарға бөлінген видеолар бар, соны қарап шығыңыздар, түсініп алыңыздар.